Қайырлы күн, аман есенсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Мен сіздерге бүгін міне рулет деп қояды ғой, қазақша орама. Тауық етінен жасалған орама жасап көрсететін бұл. Тауықтың төсінен жасайын деп тұрмын, міне аздап бүйтіп малдың етін жаймалаған сияқты мен жұқартып бүйтіп кішкене тілмелеп алдым. Енді оған кішкене тұз септім. Енді аздап қара бұрыш. Енді әркімнің талғамына қарай қой. Қара бұрыш ұнатпасаңыздар қоспай қоюға да болады. Енді оған аздап паприка. Мен сұйық май тамызайын деп жатырмын. Шамамен бір қасықтай, себебі тауықтың еті өте құрғақ болады ғой. Мына ортасына міне аздап тәтті бұрыш, кішкене кинза салып жатырмын. Дружка салуға болады. Енді орайын деп жатырмын. Міне енді пергамент қағазының сыртынан фольга қағазын орайын деп тұрмын. Пешкіні 180 градусқа 30 минутқа қосам. Менде төстің кішкене ғана жартысы қалды, бір тауықтың төсінің. Сонда жасай салайын деп тұрмын. Міне дайындап болдым. 2 орама шықты, бір кішкентай, бір үлкен. Енді пешкеге саламыз. Қазір міне пешімізде қызып дайын болады. Пешіміз қызған соң осылай міне пешкеге саламыз. Қымбатты көрермендер, міне менің орысша айтқанда рулет, қазақша айтқанда орама. Құс етінен жасалған орамам дайын болды. Міне көрсетейін, бісміллә деп. Қазір технологияның дамыған заманы, тағамды неше түрлі түрлендіріп жасап жатқан кез ғой қазір. Міне көріңіздер міне. Ал қымбатты менің жаны жайсан көрермендерім, жаңадан қосылып жатқан көрермендерге алғысым шексіз, Алланың нұры жаусын. Егер де менің видеом ұнап жатса, қымбатты менің замандастарым, мені қолдап, тіркеліп, жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.